Сәлем достар, мен бүгін қазіргі кездегі сұранысқа ие пирогтарымыздың бірі морковный пирогтың оригинал рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін алдымен жұмыртқа мен қантымызды 2 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң үстіне сұйық майымызды құйып, аздап араластырып аламыз. Және грек жаңғақ пен ұсақ үпкіштен өткізілген сәбізімізді салып, оны да аздап араластырамыз. Енді ұнымызға 1 шай қасық разрыхлитель және жарты шай қасық нан содамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Және массамызға 2-ге бөліп араластыра отырып салып шығамыз. Бізде массамыз басылып қалмау керек. Міне бізде осындай масса шықты. Енді арасына салатын салмамызды, яғни начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін творожный сыр, қант және жұмыртқамызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде начинкамыз тегіс болып шығу керек. Міне біздің начинкамыз дайын болды. Енді массамызды теңде 2-ге бөлеміз. Ең алдымен формамызға массамыздың жартысын салып шығамыз. Және үстіне начинкамызды құямыз. Сонымен қатар массамыздың екінші бөлігін кондитерлік мешокқа салып, құйып шығамыз. Енді үстін тегістеп 180 градуста шамамен 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды. Өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Құрамында жаңғақ пен сәбізі бар және арасында творожный сыр қосылған бұл пирогтың дәмі ерекше дәмді. Арасы міне бізде осындай болып шықты. Дәмі де керемет. Лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.